Қалған қазақтың жаңа жылы дейміз, Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Наурыз елімізге құт береке, ырыс несібесімен келсін. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын, ақ мол болсын. Бүгін біз Сәкен Сейфуллин атындағы тарихи өлкетану музейінде Наурыз шуағы атты мейрам аясында ұйымдастырылып отырған өлім өнері атты мастер-классымызды бастаймыз. Бүгін мастер-классымызды жүргізетін Жаңаарқа ауданының тұрғыны, Жұмабеков жалпы орта білім беретін мектептің ұстазы, суретші, мүсінші, қол өнер шебері Мекенбай Қуантай Төлеутайұлы. Ал Қуантай Төлеутайұлы, сәлеметсіз бе? Бүгінгі біздің мастер-классымызға қош келіпсіз. Жалпы сабағымызды бастамас бұрын осы өнерге сіз қалай келдіңіз? Бұл өлім өнерінің жолдары, жұмысы жайлы жалпылама айта кетсеңіз. Сәлеметсіз бе, қауымы баршаларыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймын. Өлімге келетін болсақ, өлім өнері бұл біздің ата-бабамыздан келе жатқан өнер. Бұл өнерге ең алғаш жаңа құштар болу себебі балаларға өзіміздің жаңағы ұлттық нақышымыздан бір ерекше бір өнердің бір түрін таныстыру болды. Сол мақсаттан осы өнер туралы көп деректері күні бүгінге дейін естіп жатыр. Қарап отырсаңыздар, өлім өнері бұл бір таусылмайтын үлкен қазына. Бұл өлім өнері тікелей жаңағы қазақтың салт дәстүрімен тікелей байланысты. Атап айтатын болсақ, бұл жаңағы қазақ халқы мал шаруашылығын жақсы айналысқан. Сондықтан көшпелі халық болған. Сондықтан тікелей осы өлім өнері сол жаңағы тұрмысқа қажет болған. Айтатын болсақ, мысалы, жылқыны, яғни бақтау, жылқыны жаңағы көлік ретінде қолдану, жылқыны жаңағы ұстау мақсатында, осы қажеттіліктің арқасында бұл өлім өнері дамыды. Өлім өнері дамыған. Өлім өнері негізі балалар мынау өлімнен не істайды? Өлім өнері мына жылқының жүгені, жылқының бүкіл жаңағы әбзелдері, ноқта, арқан. Өлім тек қана мынаумен шектелмейді мына заттар. Яғни жылқының ғана әбзелдерімен шектелмейді. Өлім торсық болған, өлім саба болған, жүген, жаңағы шідер, тағы да басқа жаңағы өлімдердің түрлері бар. Өлімнің өзі балалар екіге бөлінеді. Яғни жалпақ өлім дейді, сосын жұмыр өлім дейді. Жұмыр өлімдерді көбінесе мінекей арқан ретінде қолданған, ал жалпақ өлімдерді мынау жүгенге, ноқтаға, торсыққа, сабаға қолданылған. Тағы да басқа ол алдағы уақытта көрсеткен сіздерге сабақтар болатын болса, сондай қолданылған. Өлім балалар мына кезде көріп отырған заттарымыз қазіргі заманға байланысты сол жаңағы терінің алмастыратын материалдан жасалған негізі өлім қайыстан жасалған. Қайыс дегеніміз кәдімгі сиырдың терісі. Өлім терісін кәдімгідей иін қандырып, соны жаңағы таспа тіліп, яғни таспаның өзі екіге бөлінеді, дөңгелегі таспалау және ұзыннан таспалау. Оны да алдағы уақытта түсіндіреді. Енді өлімге келетін болсақ, өлім көркем өнері дейді, яғни өлімнің өзі көркем өлім түрі бар. Өлімдер 3-тен басталады. 3, одан кейін 16, күні бүгінге дейін 16 өлімге дейін мен білемін. Одан да көп өлімдер бар. Оны әлі, яғни ұстаз болсын, шәкірт болсын, өмір бақи біз ізденісте боламыз. Ізденген сайын өнерімізді, осы байланысты білімімізді дамытқан сайын, біз бұл жаңағы өнердің түрін әрқай дамыта береміз. Енді кезде сіздерге 12 өріндік және 16 өріндік мына кезде мінекей әкеп отырмын. 12 және 16. Мына өрімнің екеуінің де өру әдісі бірдей, бірақ екеуінің айырмашылығы бар, байқайсыңдар балалар. Бұл яғни адам өрімді қолын неғұрлым көп жаттықтырған сайын, көп жасаған сайын, ол көркем өру әдісі меңгере бастайды. Мына кезде шамалы арасы селдір ашық болып тұр,
Ана жерде уже тығыздалып, өрімнің өзі әдемі болып көрінеді, байқайсыздар ма? Міне осының бәрі жаңағы адамның күнделікті, немесе шәкірттің, немесе жаңағы кез келген жаңағы өнер адамының қолының шеберлігін дамытқан сайын оның қабілеті де арта береді. Біздің қазақ халқы осы өрімді жақсы меңгергеннің арқасында, бұл өрімдердің арқасында жаңағы алыс сапарларға, небір жаңағы жерлерді игеруге атсалысып қаншама жұмыстар жүргізген. Мысалы, оны тарихта куә. Мысалы, сонау жаңағы осындай кең байтақ жердің өзін меңгерудің өзі осы жылқы, оның ішінде жаңағы жылқыны баптап ұстау, соның арқасында жаңағыдай осындай өнерді дамытқан арқасында болған. Енді жұмыр өрімге келетін болсақ, балалар, жұмыр өрімнің өзі, мінекей, мына жұмыр өрімнің өзі 5 түрі бар. 5 түрі аха. Соның мінекей 2 түрі бар, мына кезде мынау, яғни домалақ өрімді, сосын мына кезде қарап отырсаңыздар 4 бұрышты дейді. Егер мына қысап көрсеңіз, мінекей, мына екеуі домалақ, иә? Сол сияқты жылан бауыр өрім бар, овал тәріздес өрім бар. Мінекей осындай өрімдер бар. Келіп көрсеңіздер, балалар. Енді алдағы уақыттарда мынау жаңағы қайысты алмастыратын материалдан жасалған, болашақта жаңағы теріні уже иін қандырып, үлкен жаңағы малдың, яғни ірі қара малының терісі еленіп дайын тұр. Енді күн жылыған бетте осының таспасын тіліп, сыдырмамен сыдырып, яғни бұрынғы ата-бабаларымыз сияқты осындай қажет, яғни салт дәстүрімізге қажет бұйымдарды өретін боламыз. Онда сіздерге, яғни осы оқушыларымызға көрсетуге, бір мастер-класстар өткізуге болады. Енді өзіңіздің сұрақ қоя кетсем, қазір шәкірттеріңіз бар ма осы айналысып жатқан? Шәкірттерім Оразалы Жұмабек мектебінде бар. Оның ішінде жаңағы осы жақында ғана бізде де осы мектептің көрмесі жүріп жатыр. Осы Наурыз мерекесіне байланысты Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жылдығына байланысты көрмеміз өтіп жатыр. Сонда бір оқушым Маратов Нұрлыхан деген оқушым осы өрімді жетік меңгерді. Одан кейін Қуандық деген оқушым бар. Ол әлі өрінің несін дамытып жатыр. Бексұлтан деген оқушыларымыз бар. Дені осы жұмыстардың барлығын негізі оқушылар жасаған. Мына кезде көріп отырсаңыздар, енді өрімнің өзі айттық 3-тен бастап 16-ға дейін деді. Жалпағы өрімнің өзі. Енді мына жерде мен тағы да бір өрімдерді әкелдім. Бұл өрімнің өру әдісі бір бөлек, көрдіңіздер ме? Мына өрім мен мына өрім уже жалпақ өрімдердің өзінде де жаңағы өру әдістері әртүрлі. Яғни бұл өрімнің де өнері әрқайы біртін шыңдала береді, көрдіңіздер ме? Өйстіп ерте заманда небір жаңағы жылқы осы әбзелдері, оның ішінде жаңағы жүгендері, немесе жаңағы оқталары бәрі өйстіп көркемделіп, нақышталып, мыналардың бәріне мынау қазір көріп отқандар тек қана қазіргі алмастырушы материалдан жасалған ғой. Ал олар жаңағы қайыстан жасап, оны күміспен, кәдімгідей инкрустация дейді, күмістен жаңағы нақыштап, оларды жаңағы сондай көркемдеп, тіпті кейбіреулерін жаңағы алтында қолданып, сондай бір керемет бұйымдар жасаған. Бұл, яғни сол уақыттағы біздің қазақ халқының осы өнерді жетік меңгергендігі. Әлде болса да ізденіс жұмыстарын жасап, бұл өнерді әрі дамытып, мына болашақ ұрпаққа осы өнерді меңгеруге жол ашуымыз керек. Қалай ойлайсыз енді қазіргі жастарда, оқушыларда ынта бар ма, талпыныс осы өнерді білсем деген? Балаларда өте жақсы ынта. Әсіресе ер балалар өте құштар өрім жасауға.
үйірмеге келіп, оның ішінде 5-ші сыныптың 6-шы сыныптың балалары. Жаңа қазіргі менің жаңағы оқушым 8-ші сыныпта оқиды. Әлі күнге дейін жаңағы өз үйінде де өріп, өзі жылқы малын өте жақсы көреді. Өзінің өрген дүниесін бәрін сол өзінің күнделікті тұрмысына қолданып жатыр. Жақсы, керемет. Ол тіпті жаңағы мынандай ұзын жаңағы 15 метрлік тіпті арқандарға дейін өзі отырып өргені бар. Енді оны болашақта біз көреміз, бірақ енді қолданылғандықтан уже олар мына жерге әкелуге не болмайды уже. Ол уже кәдімгідей қолданып жатыр күнделікті жаңағы. Өзіңіз бір өрімнің түрін балаларға көрсетіп Өрімнің түрін балалар көрсетіп көрсін, қалай өретін. Жақындап келіп Қалай салуға болады. Жақсы. Так, мына шет ұстаймын. Қайсысын қалай салуға болады. Мына кезде 12 өрім көрдіңіз бе? 12 өрім мына кезде мінекей. Жалпақ өрім деп аталады. жалпақ өрім, өрімін атаққа. Мына жерінде шамалы ағылып кеткен екен. Біз мінекей. Яғни сол жақтан басталып, сол жақтан да бастауға болады, оң жақтан да бастауға болады. Ең шеткісін алып мына жерде бір өрілген екен. Оны өзінің өріміне келтірейік. Яғни бұл үстінен яғни шеткі яғни таспа деп айтуға болады, немесе жіп деп айтуға болады. Яғни бір астына, бір үстіне Бірнеше түрі, бірнеше жолдары бар. Яғни қолды жетік меңгеріп, яғни бұны қалыптасады, яғни қол моторикасы дейді. Бұл қол жаттығып саусақтарға да және үлкен жаттығу. Бұл шүрттер жетіледі. Осы қол моторикасы дамыса, жас жеткіншектің ойлау қабілеті де қоса дамиды деген қазіргі уақытта осы психолог ғалымдардың сондай бір тұжырымдамасы да бар. Оқтан сонау ерте заманда сонда біздің ата-бабамыз ең алғаш баласының бесік тойын жасаса, екінші атқа мінгізу тойын жасаған. Сол емес пе? Үлкен азамат болды, атқа мінді деп. Онда бала уже жастайынан жылқыға құштар болып, сол жылқының тек қана міну емес, тағы да басқа жаңағы жылқыны ұстау, оны жаңағы соған қажетті жаңағы бұйымдарды, осындай әбзелдердің бәрін жасауды меңгерген. Айтады ғой, ер қанаты ат дейді. Сол емес пе олар, иә? Ондықтан қайсың болмасын қазір үйде жабағы істейсіңдер, иә? Ана жабағылар. Біз қазір жарқыда осындай не жақсы дамып келе жатыр. Біздің көшелерімізде осындай жеткіншектер жабағы, мысалы мына менің ұлым да сол үйде ауылдан бір жабаға келіп, соны баптап, өзі жем беріп, соны сипап, соған мініп, сондай өзіндік жаңағы ертедегі үлкен әкелерінің, ата-бабаларының жаңағы салып кеткен сара жолын өздері бастама ретінде қазір сол құштарлықпен айналысып жатыр. Ол жақсы, яғни жастарда қызығушылық бар деген. Өйстіп, мінекей, маған келіңіздер, өйстіп өрімді тартып тұрған кезде, сен бос тұрсың, ха? Өйстіп тартып, аха, мына өрімді өркендеп өруге болады. Мына кезде көріп отырсың, мынау уже жүген ауыздығымен көрген. Мынау кеңістірігі, мына жерде сосын кекілігі болады. Өрім толық аяқталған кезде тайдікі мынау. Мынандай
жүген шығып көрді ма? Үстіңгі жағын, оның жаңағы иә, үлкейтесің ба, кішірейтесің ба, ол жаңағы жылқының басының үлкендігіне байланысты. Сағалдырғы жағы, мына жаңағы мына кезде кеңсергі, мына кезде кекілігі ғана жоқ. Енді жас мал болғаннан кейін кекілігін көрмеген. Үлкен ат болса, қазан ат болса, онда мына кезде міндетті түрде дейсің, кекілдірген істейді, дейді, бұдан да үлкен болады. Сондықтан қазіргі нағыз сендердің мінетін тайлары мен жабағыларына арналған жүгендер. Ал енді болашақта енді тағы да бұндай сабақты өткізетін болса, біз сендерге бұл өрім өнері туралы әрі көркем өнері туралы толық мағлұматтар талқастыра береміз. Жақсы, оқушылар сұрақтарыңыз болса. Сізге де көптен көп рахмет. Өзіңіздің отбасыңызда жалпы айналысатын тағы? Өзімнің отбасымда ұлым өрет, кішкентай ұлым да өрет, сосын жаңағы қызмет істеп жатқан үлкен азамат, оқуын бәрін бітірген ұлым да жаңағы өзі жылқыға құштар. Өзінің жаңағы өрім өнерін үйде осы уақытында қол босса болды, отыра қалып жаңағы өрім өнерімен айналысып өтеді. Бұл да бір сол өзінің балама деген бір өнердің бір ұшын ашып берген бір нәтиже деп ойлаймын. Өйткені бұл хоббиден де жоғары, өйткені хобби деген мысалы бұл жанның жаңағы рахаты дейді ғой. Адам өзі бір бұйым жасаған кезде өзі жан дүниесі жүрегі қуанады. Соның арқасында ол басқа бір адамдарға соны сыйлаған кезде ол қуаныш одан үлкен жоғары есеге түседі. Балалар, сендерге айтарым, осы өзіміздің ата-бабамыздан келеткен бұдан да басқа өнерлер, ағашпен де айналысуға болады, терімен де айналысуға болады. Яғни оларды айтқанда ісмер, шебер, ұста дейді, зергер дейді, міне сондай небір салалармен айналысуға болады. Жаңа айтып отырмын ғой, мынау зергерлік пен шеберлік, ісмерлік бір адамның бойында болады. Жаңағы үй ішінің өзінің бойында үйшілік, шеберлік, зергерлік, ісмерлік, шеберлік қасиеттері болады. Қаншама жаңағы қабілеттермен қаншама үлкен жаңағы дүниелерді әкеліп отыр. Жаңағы сіздер білесіздер, мысалы, ұста дегеніміз немен айналысады? Ұста сақалды Жоқ, ұста дегеніміз әртүрлі бұйымдарды көріппен құйған не жасайды сондай адамдар? Темірден жасайтын адамды, темірден әртүрлі бұйымдар жасайтын адамдарды ұста дейді. Сол сияқты мысалы зергерлік, әшекей бұйымдарды жасайтын зергерлер дейді. Мінекей шебер деп айтуға болады, мысалы жаңағы мынандай бұйымдарды жасайтын адамдарды. Яғни ұлттық киімдерді жасайтын адамдар ісмер деп айтуға болады. Соның шыққа ерте заманда үйді, киіз үйді сүйегін жасаған оларды үйші дейді. Тағы да басқа сондай шеберлер болған. Бұл да бір өрім өнері, бұл бір өнердің бір саласы, үлкен саласы. Оқтан бұны ізденіп, әрі қарай дамыту үшін көп жұмыстар жасау керек. Ал енді